Саламатсыздар ма? Менің есімім Расул. Сабақ онлайн курсында информатика пәнінен куратормын. Менің өзімнің ұбт тәжірибем бірінші тапсырған ұбтым 35 балл, ал грантқа тапсырған, яғни соңғы нәтижем 135 балл болды. Осы нәтижеге қалай жету керек туралы 5 кеңес айтатын боламын. Бірінші кеңес ол еріншектікті жою. Оқушыға, адамдарға ең өте жау ол еріншектік. Еріншектікті жою үшін өзіңіз жоспар құрыңыз, яғни чек-лист арқылы бір күнге немесе бір аптаға мектепте қанша уақыт боласыз, таңдау пәндеріңізге қанша уақыт бөлесіз, оның барлығын жоспарлап жазып қойыңыз, және де орындағаныңызды белгілеп отырыңыз, яғни орындадым, орындалмады деген секілді. Тура солай ол көп көмегін тигізеді, нәтижеге де жетуге септігін тигізеді. Екінші кеңес ол практиканы қадағалау, яғни барлық нәрсені практиковать етіп отыру. Статистика бойынша естігеніңіздің 10%-ін, көргеніңіздің 50%-ін, оқығаныңыздың 60%-ін, ал істегеніңіздің 100%-ін есіңізде сақтап қаласыз, яғни үйреніп аласыз. Тура сол секілді оқыған сабағыңыздың барлығына практика істеп отырыңыз, яғни математика өтсеңіз есеп шығарыңыз, тарих өтсеңіз барлығын қайталап жаттап отырыңыз деген секілді. Осы практика арқылы сіз өзіңізді шыңдап отырасыз, және де болашақта ұмытпауға көмектеседі. Үшінші кеңес таңғы оқу, яғни таңертең қиын сабақтарды оқу, қайталау, есептер шығару. Себебі таңертең тұрған кезімізде біздің миымыз свежий болып тұрады, яғни ештеңені ойламайды, артық ойлар болмайды, тек оқуға көп көңіл бөле аласыз. Тура сол секілді сабақтарды жақсы түсіну, қиын сабақтарды игеріп кету тура осы мәселелерде көмектесетін болады. Төртінші кеңес ол ертеңге қалдырмау, яғни бүгін істеу керек нәрсені ертең істеймін деп қалдыруға болмайды, немесе бір сағаттан кейін істеймін деп қалдыруға болмайды, яғни отложить етуге. Егер оны бір рет қалдырсаңыз, ол істелмеуі 80%. Өзіңізді, еріншектігіңізді жойып, осы істеген қойған жоспарыңызды істеуге талпыныңыз, ертеңге ештеңені қалдырмаңыз, кейін істей саламын деген секілді. Ол ешқашан істемейсіз өйтіп істеген нәрсе, және оны көп кейінге қалдыра берсеңіз, вряд ли нәтиже болады. Сондықтан нәтижеңіз жоғары, өзіңізге ұнайтындай болу үшін ештеңеге ерінбеңіз, ертеңге қалдырмаңыз, бәрін өз уақытында істеңіз. Төртінші кеңес ол қайталау, яғни өткен сабақтарыңызды периодически бәрін қайталап отыруыңыз керек. Яғни бір ай бұрын өткен сабағыңызды қайтадан есептер шығарып, есіңізге түсіріп отырмасаңыз, ол 2-3 айдан кейін есіңізде қалмайды, және де оны қайтадан өтуге тура келеді. Қазір сізге қиын болып жатқан сабақтардың барлығын жазып отырыңыз, тақырыптарды, және бір айдан кейін қайтадан есеп шығарыңыз. Ол қатты көмектеседі, яғни ұмытып қалмауға, кейін барлығын қайталап жүруге керек болады. Бесінші кеңес ол әлеуметтік желі, соцсетиден алшақтаңыз, яғни Instagram, TikTok аккаунттарыңызды өшіріңіз. Себебі приложениені өшірсеңіз, кейін басқа жерлеріне кіріп отыруыңыз мүмкін. Уақытыңыз бос кезде десеңіз де, бірақ ол кез кірсеңіз, ол қатты жаман әсерін тигізеді, яғни еріншектікке алып келеді. Лучше барлығын әлеуметтік желіден, интернет желісінен алшақтаңыз, барлығын өшіріп тастаңыз. Осы дайындалған 1-2 жыл шыдайсыз, және де нәтижесін беретін болады. Instagram мен TikTok кейін олар күте тұрады, олар кетіп қалмайды, өшіп кетпейді. Оны шұқылайтын уақытыңыз болады. Төменде Telegram каналымызға ссылка тастадық, сілтеме. Ол жерден сіз чек-листті сақтап аласыз, және де осы парақшаға тіркеліп лайк басып кетеміз.